Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермендер. Біз айтқалы отырған бұл сүренің ішінде мүміндердің ерекшеліктеріне тоқталады. Және Нұх, Худ, Иса пайғамбарлардың қауымдарымен болған оқиғалары баяндалады. Әрі алғашқы аяттарында мүміндердің, яғни мұсылмандардың бұл дүниеде де, ақиретте де жақсылыққа кенеліп құтылатындығы хабарланады. Сонымен біз бүгін Әл-Муъминун сүресі жайында айтамыз. Әл-Муъминун сүресі түскен жері Мекке қаласы. Сүредегі аят саны 118, Құрандағы реті 23-ші сүре. Меккедегі мүшриктердің мұсылмандарға қарсы байкот жариялаған уақытында ашаршылық уақыты болды. Міне сол уақытта мұсылмандар қатты қиналды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, Алланың елшісі, Алланың жәрдемі бізге қашан келеді деген секілді сұрақтар сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәл бір сәт үнсіздікте тұрып, дереу жүзінен күлкі алып, Алла тағала маған бір сүре түсірді. Валлахи, егер кімде-кім осы сүредегі сипаттарды орындайтын болса, ол міндетті түрде жәннаттық болады деді. Сөйтсе де, «Қад афлахал муъминун, аллазина хум фи салатихим хашиун» осы аятты 11-ші аятына дейін «Улайка хумул варитун, аллазина ярисунал фирдауса хум фиха халидун». Садақаллахул азим. Жалпы, Муъминун сүресінің 1-ші аятынан 10-ші аятына дейін оқыды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы аятты оқып болғаннан кейін дереу көкке қолын жайып, Алла тағалам, бізге неғметіңді арттыр. Алла тағалам, біздерді жалғыз қалдырма, жәрдеміңді бер деп дұға жасады. Сөйтіп сахабаларына жалпы осы сүйіншіні берді дейді. Ең әуелгі бірінші аяты мұъминдердің құтылуымен басталғандығы үшін Муъминун сүресі деп аталған. Яғни Алла Тағала Құран Кәрімде «Қад афлахал муъминун, аллазина хум фи салатихим хашиун» деп бастайды. Расында мұъминдер құтылды, олар намаздарында Аллаға беріліп оқушы. Хушуғ сөзінің мағынасы адам Алла Тағаланың өзін көріп тұрғандығын сезіну. Осы сондай сезіммен тұрып оқушы мұсылмандар, мұъминдер құтылды деп бастағандығы үшін Муъминун сүресі деп аталады. Біздің бабаларымыздың 7 қат аспан дейтіні бар. Оны негізсіз айтпаған екен. Әл-Муъминун сүресінің 17-ші аятында былай дейді. Ақиқатында біз үстеріңнен 7 қабатты жараттық. Біз жаратылғандардан ғапыл қалушы емеспіз. Адам ағзасының 70% судан тұрады. Тіптен мына біздің жерімізде де су қоршап жатыр. Аспанда да су бар керек десеңіз. Жаңбырда айтамын да. Ал енді Әл-Муъминун сүресінің 18-ші аятында Аллах Тағала біз аспаннан белгілі бір мөлшерде суды түсіреміз және оны жерге орналастырдық дейді. Егер Аллах Тағала сол суды өз мөлшерімен түсірмегенде, мына өсіп тұрған өсімдігіміз шіріп, ағаштарымыз қурап, мына өмір бұзылатын еді. Яғни тіршілік тоқтайтын еді. Әрбір нәрседе Алланың есебі бар екенін осыдан білсек болады. Мәдина дәуірінде пайғамбарымыз қайтыс болған уақытында сахабалар келіп сұрайды ғой. Пайғамбарымыздың мінез құлқы қандай еді? Ма хулуқун наби. Сонда Айша анамыздың бір ренжулі кейіппен сіздер Құран оқымайсыздар ма? Сіздер Муъминун сүресін оқымайсыздар ма? Пайғамбарымыздың мінез құлқы, ақылағы ол Құран еді. Хулуқун наби, хулуқухул Құран. Яғни хулуқуху Құран. Яғни ол кісінің мінез құлқы Құран еді деп жалпы осы Муъминун сүресінің 1-ші аятынан 10-ші аятына дейін оқығандығы риуаят етіледі. Құранда аты аталған жемістер бар. Ол жемістерді дәл осы жерден кездестіре аламыз. Оның бірі жүзім, құрма және зәйтүн. Муъминун сүресінде Аллах Тағала біз сендерге одан құрма ағаштары мен жүзім бақтарын түсірдік. Әрі сендер олардан жейсіңдер, азықтанасыңдар. Сондай-ақ зәйтүн ағаштарын бердік. Ал ода сендер үшін май және түрлі дәмдеуіштер шығарады дейді. Құранда бұл жемістердің атының аталуы тегінен тегін емес. Ғалымдар оны зерттеп те қойды. Зәйтүнде
құрмада, жүзімде адамның ауруының алдын алатын және сол ауруды емдейтін қасиеттерге ие екен. Яғни Құранда бір нәрсенің аты аталды ма, оның адам үшін, оның өмір сүру үшін, бұл өмірдегі жақсылығы мен ақирет үшін пайдасының бар екені анық. Мүминдердің сипаттарын айта кетеді. Шынайы мүминдер кімдер екендігін. Сол жерде біріншісі намаздарына берік болып, жаңа Аллаға беріліп оқушылар, олар зекетін берушілер, бос сөздерден аулақ болушылар, ұятты жерлерін қорғаушылар деген мағыналарда келе береді. Жаңа аманаттар мен анттарына берік болушылар, және намазға сақтық жасаушылар деп айта келе бірнеше сипаттарды, 9 сипат айтады. Сөйтіп міне осылар жәннаттардың иесі болушылар, ол фирдаус жәннаттары деп жаңа Алла Тағала аятта айта кетеді. Бәрі қандай керемет. Ауылда жүрген кезде апам жарықтық таң ертемен сиырды сауып, буын бұрқыратып, сүтті пісіріп, алдыңа келіп, таңғы астың алдына берген кезде қандай тамсанып ішетін еді. Сөйтсем ол кісілер ол сүттің пайдасының қандай екенін білген екен ғой. Әл-Муъминун сүресінің 22-ші аятында малдарда сендер үшін көп ғибрат бар, және оның ішіндегі сүтті ішкіземіз дейді. Ғалымдар зерттепті, бұл сүттің құрамында микро-макро элементтерге өте бай екен. Және бұл сүттің ішіндегі дәрумендер адамның ағзасына 95-98% сіңеді екен. Енді қараңыз, осындай тамаша дүниені Аллах Тағала қалай жаратқан, ет пен қанның ішінен әппақ сүтті шығарып отыр. Енді соған қарап қалай таң қалмайсың? Мүминун сүресі түскен уақытта мұсылмандардың саны көп емес еді. Ауызы толтырып айтарлықтай болмаса да, саусақпен санарлықтай мұсылмандар болды. Соның 40-шы Хазірет Омар мұсылман болған уақыт. Жалпы дағуаттан жалпы ашық дағуатқа, жалпы барша адамзатқа осы ислам дінін шақыру жаңағы әмір келген болатын. Сол уақытта мүшриктер мұсылмандармен бойкот жасады, олармен қарым-қатынас жасамау, олармен сөйлеспеу, олармен сауда-саттық жасамау, оларға қыз бермеу, олардан қыз алмау деген секілді осындай қиын қыстау уақытта, ашаршылық дәуірінде, кезеңде осы мұсылмандарға бір не беру мақсатта, жігерлендіру мақсатында Алла Тағала Мүминун сүресін түсірді. Мына сол уақытта сахабалардың, мүминдердің осыншалықты көрген қиыншылығы артта қалды. Оларға бір сондай бір не қалды, жәннат жақын болды, қиыншылықтың бәрі артта қалғандай, сондай бір серпіліс берілген сүре. Сонда сендер, біз сендерді бостан-бос жаратты, әрі бізге қайта алмаймыз деп ойлайсыңдар ма деген аят келеді. Бұл өмірдегі бүткіл игіліктер адамдардың мақсаттары орындалу үшін жіберілген екен. Егер адамдарды Аллах Тағала бұл өмірге сынақ үшін жібермегенде, онда біздің хайуаннан еш айырмашылығымыз болмай қалар еді. Сондықтан да бізді барлық жаратылыстан ерекшелеп, ақыл, сана, парасат беріп, бүткіл жаратылысты біздің игілігімізге берді. Малды берді, жан-жануарды берді, тіптен пілді, түйені алып қараңыз. Бізден әлде қайда басым, күшті, бірақ адамның дегеніне көнеді. Міне сондықтан да соны еске алыңдар, сынаққа шыдаңдар және жаратушыны таныңдар. Бізге қайтарылатын күнді еске алыңдар дейді. Және соңғы аятында Аллах Тағаладан кешірім тілеп, оның рахметінен үміт етіп, құлшылықтарыңды толық орындаңдар деп аяқталады. Бүгінге осы, келесі көріскенше аман сау болыңыздар.